Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмі тіл үйіретін хичины жасап көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын маған тіркеліп кетіңіз. Ол үшін ыдысымызға айранымызды құйып, оның үстінен тұз бен содамызды салып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Одан кейін үстіне жарты ұнымызды сеуіп, қасықпен өзімізге ыңғайлы болу үшін бірінші араластырып аламыз. Содан кейін барлығы біріге бастағаннан кейін қалған ұнды салып, жақсылап тұрып қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жарты сағатқа тындырып қойып қоямыз. Ол кезде біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менде дайын пюре болғандықтан үстіне сырды салып, жаңағы пюремен жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Бұл жерге салмасына укроп қоссаңыздар да болады, барлығы өз қалауларыңызша. Осылайынан біркелкі болып араластырып болғаннан кейін осы массамызды теңдей ғып 8 бөлікке бөліп, осылайынан дөңгелек тәрізді жасап шығатын боламыз. Егер сіз хичиныды жақсы көретін болсаңыз, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Содан кейін жаңағы ұнымызды сеуіп, қамырымыз дайын болғаннан кейін қамырымызды ұнға жақсылап аунатып аламыз да, бұл қамырды да теңдей ғып 8 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Бөліп шығып, күлшелеп, домалақтап шығамыз. Жаңағы бір домалағын аламыз да, кішкене ғана жайып, ішіне салмасын салып, жаңағы сыр мен картошканы айналдыра отырып, барлық жерін жабатындай ғып, осылай қамырмен жауып шығамыз. Содан кейін осылайынан бір басып аламыз да, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа ғып жайып алатын боламыз. Оқтауға салмақ түсіріп, қатты баспаңыздар, өйткені ішіндегі сыр мен картошкасы сыртына шығып кететін болады. Сондықтан жаймен салмақ түсірмей, осындай жұп-жұқа ғып жайып шығасыздар. Жаңағы қызып тұрған табамызға алып, екі жағы қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осылайынан саласыздар табаларыңызға, келесі жағы қызарғанша 5 минуттай отты жай жылдамдықта қойып күтесіздер. Бірінші жағы қызарғаннан кейін екінші жағына аударасыздар. Аударғаннан кейін міне осындай болып көтеріліп шығады. Барлығын осылайынан пісіріп аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Ыстықтай бетіне сары май жағуды ұмытпаңыз. Ас болсын.